Сәлем қыздар, сіздермен мен бүгін бір қызықты рецептпен бөліскім келіп отыр. Салафанда піскен бауыр. Иә, салафанда піскен бауыр. Тез, оңай дайындалады. Ең маңыздысы дәмді. Таңғы шайға, бестің шайына таптырмас тағам. Қонаққа қойсаңыздар да болады, дастарханның сәнін келтіреді. Ендеше бастайық. Бізге марқаның не қойдың құйрық майы, бауыры керек болады. 2 жұмыртқа, ұн, тұз, қара бұрыш, сүт және ең маңыздысы салафан керек. Алдымен бауырды мясорубкіден өткізіп аламыз. Бауырды мясорубкіден өткізіп болғаннан кейін бір шетке қоя тұрамыз. Содан кейін құйрық майды жақсылап тұрып жуып, ірі қылып, міне мен сияқты қылып турайсыздар. Майды турап болғаннан кейін бауырдың ыдысына неке осылай саламыз. Кейін 2 жұмыртқа салып, жақсылап үшеуін араластырамыз. Керекті заттарды толық описанияға жазып кететін боламын. Содан кейін сүт құйып, тағы да бір рет араластырып аламыз. 2 шай қасық тұз салып, 1 шай қасық бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Болғаннан кейін ұнымызды салып, тағы да бір мәрте араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 3 немесе 4 ожаумен осылай өлшеп салафанымызға құямыз. Мінекей менде 4 пакет шықты. Енді осы пакеттердің сыртын тағы да осылай қаптаймыз. Бауырымызды дайындағанша газға суды қайнатып қойып қоямыз. Мінекей суымыз қайнады. Енді жаңағы салафандарымызды біртіндеп саламыз. Газда шамамен 40-45 минут қайнатамыз. Болғаннан кейін шығарып осылай суытамыз жарты сағаттай. Суығаннан кейін ғана осылай бауырымыз әдемі үгітілмей туралатын болады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған мен Жаңылсын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.